Так, артистер, мына 43-те 5 ұпаймен Бошанова Динара Қонысбековнаны соңғы үміткеріміз Бошанова Динара Қонысбековна 43-те 5 ұпаймен ұсынамыз ба директордың оқу ісшілдегі орынбасарына. Ұпай саны отыр ғой енді. Қабылдансын. Қабылдануға ұсынамыз. Артистер, бүгінгі отырысымыз осымен аяқталды. Ермира Мұхамеджанова, сізге үлкен рахмет. Бізбен бірге бірлесе жұмыс атқарғаныңызға. Протоколға қолыңыз шығып кетті, өзі? Мен анда қызымды қалай не қыламын? Қыздар бір-бірін шақырады да. Шақырайын? Үшінді құжаттарды бәрін жинақтай бер. Адина Халима ұсынамыз директорға сіздің неңізді қабылдауға. Түсіндіңіз ғой, жұмыс жасауымыз керек. Қысылмаңыз, бұл жерде бәрі өте надан емес, қысылмаңыз, хорошо? Жақсы. Кім бар, кім бар? Динара Қонысбековна Жібек жол мектеп лицейінің оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымды орынға сізді мектеп басшысына ұсынамыз. Жинақтаған балдық ұпайыңыздың негізінде ең жоғары. Жақсы, сәттілік сізге. Мира Айтуовна, мына жерде оқу ісі жөніндегі орынбасарлыққа 3 не түсті ғой, өтініш. Динара Қонысбекованың тәжірибесімен ол кісі озып шықты. Ұпай саны сізде? Осы екі болды. Динара тәжірибесі мол
жолға үлгеріспей директорлық қызмет атқарған орынбасар қызмет атқарған деген сияқты Және мақалесадан біреу кетті ол келген. сәтті енді динара қойшықовнаның бастауыштың мұғаліміне басшыға ұсынамыз. Жақсы, сәттілік сізге жұмысыңызға. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары лауазымды қызметіне сізді мектеп басшысына ұсынамыз. Жақсы, сәттілік. Әріптестер, ол қойыңыз бөлме. Енді келесі отырысымыз бастауыш орыс тілі мұғалімі, бастауыш сынып мұғалімі, әлі математика пәні мұғалімінің вакансия жарияланып отыр, егер де келіп жатса, тағы да жиналамыз. Жақсы, сіздерге үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз.